Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай әдемі алқа жасайтын боламыз. Өте оңай, тез жасалынады. Егер дайын болсаңыздар бастайық. Яғни біздің мастер-классымызға қажетті заттар мына золотистый түсті сарғыш түсті осыны бисермен тоқимын. Сосын бисердің инесі, және мен бұны жай ғана мынадай лескада тоқимын. Және қайшы қажет. Және айта кететінім, менде мынадай ескі алқа бар етін, яғни тақпай жүрген соны болады. Яғни бұрынғысын алып тастадым да, міне осындай өзіме әдемі қылып жүрек алқа қылып жасап алдым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ал дайын болсаңыздар бастайық. Ал достар, міне инемізді лесканы инеден өткізіп сабақтап алдым. Енді жүректі тоқуды бастаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен 3 бисер алу керек. 3 бисер алдым. Жіптің соңына қарай алып келеміз. Сосын мына жақтан жіптің аяқ жағында осынша жіп қалу керек. Жіп қалдырдым. Енді төменнен жоғары қарай ең соңғы мына бисерден инемен өтіп шығамыз. Осылай өтіп шықтық. Осындай болу керек. Осындай 3 бұрыш. Енді ары қарай мына бисерден өткіземіз. Яғни бисерлерден айналып шығамыз. Енді мына бисерден өткіземіз. Осындай болып шығады. Енді бұлай байлап түйеміз. Жаңағы жіппен бірге. Соңында қалған кішкене жіппен бірге осылай байлаймыз. Қаттырақ 2-3 түйіп байласаңыздар жеткілікті. Ал достар, мен 2 рет түйіп байлап алдым. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бізде мынау бірінші қатар болып саналады. Мынау бірінші, одан кейін екі бисер тұрған екінші қатар болып саналады. Ал үшінші қатарда үшін бізге 3 бисер алып өту керек. Ең алдымен бізге 2 бисер алу керек. 2 бисер алдым. Мына жіптің ортасынан былайынан өткіземіз. Мына қалған артық жіпті кеспейміз, ол тұра береді. Жұмысын соңына қарай бисерлерден өтіп, артығын кесіп тастаймыз. Жіптің ортасынан өттік. Енді мына бисерден төменнен жоғары қарай инемен өтеміз. Өттік. Осындай болып шығу керек. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге тағы да 1 бисер алу керек. Яғни 3-ші қатар аяқталу үшін 1 бисер алдық. Енді мына жақтағы жіптің көрініп тұр деп ойлаймын. Жіптің ортасынан өткіземіз. Енді сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Яғни осымен 3-ші қатар бітеді. Осындай болып шығады. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде 4-ші қатар жүру керек. Ол үшін бізге 4 бисер алу керек. Осыны бұшады. Бұлай қарай аударып алам өзімен қайлық. Енді бізге басында 2 бисер алу керек. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Тартамыз. Мынау бисерден жоғары қарай шығамыз. Тартамыз. Дұрыстаймыз. Енді тағы да 1 бисер аламыз. Бір бисер алдық. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Мына. Тартамыз. Енді сол бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Тартамыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Енді соңғы 4-ші бисерді аламыз. Мына жіптің бисермен жіптің ортасындағы 2 бисердің ортасындағы, яғни жіптен өткіземіз. Енді сол жіптен қайтадан жоғары қарай бисерден жоғары қарай шығамыз. Осымен, яғни бізде 4-ші қатар бітті. Енді ары қарай 5-ші қатарды бастаймыз. Ол үшін
2 бисер алу керек. 2 бисер алдық. Мынау жіптің ортасынан өткіземіз осылай. Мынау бисерден қайтадан шығамыз. Индемен тартамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Енді тағы да бір бисер аламыз. Мына жіптің ортасынан өткіземіз осылай. Жіптің ортасынан өткіздік. Енді сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Тартамыз. Енді тағы да бір бисер аламыз. Яғни 5-ші қатар болған соң бізде 5 бисер өткізу керек. Жіптің ортасынан өткіземіз осылай. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Тартамыз. Енді тағы да 5-ші бисерді аламыз. Осымен біздің 5-ші қатар бітеді. Міне былай ортасындағы 2 бисердің ортасындағы жіптен осылай өткіземіз. Тартамыз. Енді жоғары қарай сол бисерден шығамыз. Тартамыз. Мына осындай болып шығу керек. Енді керісінше айналдырып алам. Ары қарай 6-ші қатар. Яғни ол үшін бізге 2 сары бисер, 2 бисерді алу керек. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Тартамыз. Енді мына бисерден жоғары қарай шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бір бисерлерден алып отырамыз енді. Яғни бір бисер аламыз. Жіптің ортасынан шығамыз. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы бір бисер аламыз. Мына жіптің ортасынан өтеміз. Яғни бізде 6-ші қатар өткізіп жатырмыз. 4-ші бисерді алдық. Енді 5-ші бисер. Мына жіптің екі ортасынан өткіземіз. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Енді 6-ші бисерді аламыз. Алтыншы бисерді алдық. Мына екі жіптің бисердің ортасына жіптен өткіземіз. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай өтеміз. Яғни бізде осымен 6-ші қатар аяқталды. Енді жұмысты аударып аламын да, ары қарай 7-ші қатарды бастаймын. Ол үшін әдеттегідей 2 сары бисерден бастаймын. 2 бисерді алдық. Мына жіптің ортасынан өткіземін. Енді жоғары қарай сол бисерден қайтадан шығамын. Енді тағы да бір бисер аламын. Мына жіптің ортасынан өткіземін. Сол бисерден қайтадан шығамын. Тағы да бір бисер аламын. Жіптің ортасынан өткіземін. Тартамын. Енді сол бисерден қайтадан шығамын. Яғни бізде бұл 7-ші қатар. Енді тағы бір бисерді аламын. Жіптің ортасынан өткіземін. Сол бисерден енді қайтадан жоғары қарай шығамыз. Енді тағы бір бисер аламыз. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Сол бисерден қайтадан шығамыз. Енді соңғы бисерімізді аламыз. Мына бисердің ортасындағы жіптен өткіземіз. Тартамыз. Енді сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Тартамыз. Мінекей осыны бізде 7 қатар осындай болып шықты. Енді ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде 7 қатар тоқыдық. Енді 8-ші қатарда біз енді тек 6 ғана бисер алып өтеміз. Яғни басында біз 2 бисермен бастауымыз керек. Енді тек қана бір бисермен бастаймыз. Яғни бір бисер алдық. Мына жіптің ортасынан өткіземіз осылайынан. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Тартамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Енді тағы бір 2-ші бисерімізді алдық. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Тартамыз. Жоғары қарай сол бисерден қайтадан өтеміз. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да бір бисер аламыз.
мына жіптің ортасынан осылайынан өткіземіз, тартамыз. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Енді төртінші бисерді аламыз. Төртінші бисерді алдық. Енді мына жіптің ортасынан өткіземіз, осылай. Тартамыз, жоғары қарай сол бисерден қайтадан шығамыз. Енді ары қарай бесінші бисерді аламыз. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Жоғары қарай шығамыз, тартамыз. Ары қарай бізде алтыншы бисер, яғни соңғы бисер біздегі 8-ші қатар сонымен аяқталады. Соңғы бисерді алдық, мына жіптің ортасынан өткіземіз. Сол бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Осындай болып шығу керек. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде аяқтау үшін, яғни соңғы қатар 9-ші қатар, ол үшін бізге 2 бисер алу керек, яғни бірінші бисер мына жіптің ортасынан өткіземіз. Жоғары қарай тартамыз, сол бисерден қайтадан шығамыз. Сосын екінші бисер жіптің ортасынан өткіземіз. Жоғары қарай шығамыз. Сол бисерден қайтадан шығамыз. Енді бізге мына ортадағы бисерлерді тастап, мына 2 бисерден шығу керек, яғни ол үшін мына бисерден шығуымыз керек. Ол үшін бисерлерден өтіп, жоғары қарай ана бисерлердің жанына бару керек. Бисерден өтеміз. Енді мына бисерден шығу керек бізге. Яғни мына бисерден бізге мына бисерден шығу керек, яғни ол үшін мына бисерден жоғары қарай шығу керек. Енді мына бисерден өтеміз. Ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін бізге бір бисер алу керек. Мына бисерден өткіземіз. Бисердің ортасындағы жіптен, яғни тартамыз, жоғары қарай шығамыз. Сосын тағы да бір бисер алу керек. Мына жіптің ортасынан өткіземіз. Осымен біздің жұмысымыз аяқталады. Бар болғаны 9 қатар, яғни осындай жүрек болып шығады. Кішкентай ғана жүрекше. Енді бізге жіпті сабақтау керек. Ол үшін бисерлерден өтіп, осылайынан артығынан яғни кесіп тастаймыз. Бисерлерден осылайынан өткіземін. Осылайынан өтіп шықтым. Енді артығын кесіп тастасам болады. Жіптің кесіп тастадым. Енді естеріңізде болса, жұмыстың басында осынша жіп қалдырып кеткенбіз. Енді сол жіпті де инеден өткізіп, бұл жіпті де артығын кесіп тастаймыз. Ал достар, мінекей екінші жағындағы артық қалған жіпті енді біз ары қарай бисерлерден өтіп артығын кесіп тастаймыз. Яғни мына бисерден өтіп, осылайынан бисерлерден өткізіп артығын кесіп тастаймыз. Осылай бисерлерден ешқандай бисер ортасында тастамай, бисерлерден осылай өтіп шығыңыздар. Сосын
мінекей осыдай жеткілікті болады негізінде. Енді артығын кесіп тастаймыз. Артығын қайшымен бұлай кесіп тастаймыз. Ал осындай әдемі кішкентай ғана міне сіздерге көрсетейін. Әдемі осындай жүрекше шықты. Енді осыны мен алқа ретінде қолданамын. Ол үшін мынандай менде осындай алқа бар етін. Осыған тағып қазір көрсетемін. Ол үшін темірін бірінші былай жалғап аламын. Өздеріңіз білесіздер, қай басына жалғасаңыздар да, яғни кішкене ашып алайын. Қатырақ қып былай ашып алдым. Енді бір бисерден өткіземін. Бисерден өтпейтін секілді. Міне өтті. Енді моншағымызды да ішіне кіргізіп өткізіп аламын. Темірімізді енді жабамын. Осындай болып әдемі бұл алқа дайын болды. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, егер түсінбесеңіздер, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 5 минутта жасалынатын алқа деуге болады.